Оқушылар, бүгінгі ұбт-ға дайындық сабағымыздың тақырыбы 19 ғасырдағы патшалық реформалары. Бұл сабақта барлық оқушы 1822-1824 жылдардағы Қазақстандағы реформалардың себебін түсінеді. Көпшілігі 1822-1824 жылдардағы реформаның әкімшілік аумақтық өзгерістерін анықтай алады. Кейбірі 1822-1824 жылғы реформаны сатылай жіктей алады. Сабақтың мақсаты хандық биліктің жойылуының алғы шарттарын айқындау, шаруашылық, саяси және қоғамдық дамудағы жаңа бағыттарды сипаттау, 1822 жылғы Сібір қырғыздары және 1824 жылғы Орынбор қырғыздары туралы жарғылардың нәтижесіндегі өзгерістердің мәнін түсіндіру, осы тақырыптар бойынша өткен деректерді еске түсіру. Қазақ тарихында 1822-1824 жылдардағы жарғылардың алар орны ерекше. 1822 жылғы жарғының атауы Сібір қырғыздарының жарғысы. Авторы Сібір генерал-губернаторы Сперанский. Жарғының мақсаты рулық феодалдық тәртіпті әлсірету, орта жүзде хандық билікті жою, солтүстік шығыс өңірдегі әкімшілік, сот басқаруды өзгерту. 1824 жылғы жарғының атауы Орынбор қырғыздарының жарғысы. Авторы Орынбор генерал-губернаторы Эссен. Жарғының мақсаты кіші жүзде хандық билікті жою. 1822 жылғы Сібір қырғыздарының жарғысы бойынша орта жүзде басқару құрылымы 3 сатыдан тұрды. Бірінші округ 15-20 болыстан құралды. Болыс 10-12 ауылдан құралды. Ауыл 50-70 үйден тұрды. 1822 жылғы Сібір қырғыздары жарғысының нәтижесінде рулық қақтығыстарға соққы берді. Өлкенің шаруашылық жағынан игеруіне қолайлы шарт жасалды. Отарлық саясаттың кеңейе түсуіне жол ашылды. 1824 жылғы Орынбор қырғыздары жарғысы бойынша кіші жүз жері 3 әкімшілік құрылымнан тұрды. Бірінші бөліктер, екінші дистанция, үшінші ауыл. Бұл жарғы бойынша Бөкей ордасында хандық билік 1845 жылға дейін сақталды. Отарлық басқару нығайтылды. Табиғат байлықтарын кеңінен игеруге мүмкіндік туды. 1824 жылғы Орынбор қырғыздары туралы ереже нәтижесінде кіші жүзде жалпы басшылық жасауды Орынбор шекара комиссиясы жүргізді. Орынбор шекара комиссиясы құрамына төрағаның өзі, орынбасары, 4 кеңесшісі және қазақтардан сайланатын 4 заседатель, ерекше тапсырмалар жөніндегі шенеунік адам және мал дәрігері кірді. Басқарушы сұлтандардың жанында шешек ауруына қарсы егу жұмыстарын жүргізетін бір-бірден қазақ фельдшері болды. Ендігі жерде Орынбор әкімшілігіне қарайтын қазақтар тұратын жерлер Ресей империясы аумағының бір бөлігі деп жарияланды. Жаңа ереже бойынша билер сотына барынша шектеу қойылды. Билер соты ұсақ-түйек мәселелерді ғана қарайтын болды. Үкіметке қарсы әрекеттер жасау, кісі өлтіру, қарақшылық жасап ел тонау, барымта алу сияқты қылмысты істерді әскери сот қарады. Ал ұрлық жасау, алаяқтық, бұзақылық, ел өсімнен жоғары мүліктік талап сияқты істер Ресей империясы шекара комиссиясының жанындағы жалпы заңдар негізінде қаралды. Оның негізгі міндеті шекара шебіне жақын тұратын қазақтарды отырықшы орыс халқының озбырлығынан қорғау еді. Қамқоршақ далалық қазақтар шекара шебінен Ресейдің ішкі жағына өтіп кеткен жағдайда ғана олардың құқықтарын қорғай алатын. Орынбор әкімшілігіне қарайтын қазақтардың жағдайы олардың орта жүздегі қандастарына қарағанда әлде қайда ауыр еді. 1822-1824 жылдардағы жарғылардың төмендегідей салдары болды. Төмендегі деректерді оқып, есте сақтауға тырысыңдар. 19 ғасырдың 20 жылдарындағы жарғыларды енгізудің нәтижесінде қазақ жері мемлекеттілігінен айырыла бастады. Қазақстан бірте-бірте Ресей империясының отарына айналды. Ал оқушылар, бүгінгі сабақтан алған білімдеріңді тексеру мақсатында мына төмендегі тапсырмаларды орындай қойыңдар. Бірінші тапсырма: сұрақтарға жауап беру. Төмендегі берілген сұрақтарға
жауап берулерің керек. Екінші тапсырма. Есте сақтау әдісі. Сендер төмендегі кестені толтыруларың керек. Келесі тапсырма. Ақиқат немесе жалған әдісі. Төменде оқиғалар туралы деректер берілген. Осы деректердің ақиқат жалған екенін анықтауға тиіссіңдер. Келесі тапсырма. Зерттеу, талдау жұмысы. Бұнда неліктен 20 ғасырдың 20 жылдарында Қазақстанда әкімшілік реформалар жүргізілді деген тақырыпта шағын эссе жазасыңдар. Оқушылар, сабағымызға қорытынды жасау үшін Жұбанышев оқулығының 89-91 бетіндегі сұрақтарға жауап беріңдер. Оқушылар, бүгінгі өтілген 19 ғасырдың 20 жылдарындағы реформалар тақырыбы бойынша білімдеріңді тиянақтау үшін, өткен тақырыптарда еске түсірулерің үшін 8-ші сыныптың Қазақстан тарихынан 19-23, 10-ші сыныптың Қазақстан тарихы оқулығынан 41-ші тақырыптарды оқыңдар. Сонымен бірге Жұбанышев кітапшасынан 89-91 беттегі сұрақтарды есте сақтауға тырысыңдар. Қош, сау болыңыздар.